Рәсімі өтті. Бұл жай көрермендер үшін жасалуы тиіс рәсім. Тұжырымдары бойынша орта салмақта әлем чемпионы, әуесқойлар арасында әлем чемпионы, Рио Олимпиадасының қатысушысы, кәсіпқой бокста 16 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен Жәнібек Әлімханұлы. Мінекей, Жәнібек Әлімханұлының белдіктері. Қазір міне көріп отырсыздар, оның қарсыласы Франция елінің өкілі Анауэль Нгамисинге 14 жекпе-жек өткізіп, оның барлығында жеңіске жеткен. Енді Жәнібек Әлімханұлының қарсыласы ертеңгі жекпе-жегіндегі біздің Франциядан келген қонағымыз. Қарсы алыңыздар, Анауэль Нгамисинге. Бұл жерде енді екеуі де шекті салмақтың талаптарына сай. Бұл дегеніміз ертеңгі жекпе-жек ресми түрде бекітілді. Францияның үздік боксшылардың бірі шаршалаңда өзін дәлелдеп келе жатқан мықты панчер деп айтсақ та болады. Ол бұл жекпе-жекке керемет дайындықпен келді. Бүгінгі салмақ өлшеу рәсімінде енді оның сенімділігі таразға жақындаған сәтіне қарап анық байқауға болады. Жалпы енді күні кеше Анауэль Нгамисингенің жетістігі онша бір қатты айтылмайды. Неліктен ол туралы ақпараттар жоқ деген сауалына, мен бұл жерде өте салқынқандымын, себебі менің жекпе-жектерімді көбісіне жарияламаған себебім менің бір осалдылығым деп білдірмейді. Ал ертеңгі күні мен бұл жекпе-жектегі нағыз бокстың төресін көрсетемін деп мәлімдеме жасаған болатын. Ал міне Жәнібек Әлімханұлы туған жерінде, өз отанында, өз атағын абыроймен қорғайтынына кәміл сенеміз. Дегенмен енді қарсыласта осал емес, жерлесімізге сәттілік серік болсын.